Сәлем баршаңызға. Сіздермен бірге Айжан, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен карамельный пирог дайындаймыз. Ең алдымен тестасын, яғни қамырын дайындап аламыз. Салқын сары майымды ұнымызға салып, екеуі біріккенге дейін, крошкаға болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің майымыз бен ұнымыз осылай араласты. Енді ас содасын саламыз, кішкене араластырамыз. Тағы да қантымызды салып, бір араластырып жібереміз. 2 жұмыртқамызды салып, қамыр болғанға дейін илеп аламыз. Қамырымызды пакетке салып, немесе пленкаге орап, холодильникке салмасын дайындағанға дейін жібереміз. Салмасын дайындап аламыз. Ыдысымызға вареная сгущенкамызды салып, бір араластырамыз. Комочек қалмады ма тексереміз. Және вареная сгущенкамыз бізде бөлме температурасында, яғни жылы болғаны дұрыс. Сапалы вареная сгущенка қолданыңыздар, сонда сіздерде дәмді пирог шығады. Келесі жұмыртқамызды осылай бір-бірден салып, венчикпен араластырып отырамыз. Енді сливкемізді құямыз. Сливкемізді де бөлме температурасында болғаны дұрыс, жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің начинкамыз дайын. Қамырымызға, формамызға жайғастыруға кірісеміз. Қамырымызды холодильниктен аламыз және шамамен 100 граммдай қамырымызды алып, осы қамырымызды ұн сүйіп отырып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Міне осындай формочкамен, немесе кез келген формочка қолдануға болады. Осылай қамырымызды ойып аламыз. Міне қамырларымызды ойып алдық. Жан-жағынан шыққан қалды қамырымызды жаңағы қалған қамырымызға қосып, формамызға жайғастыратын боламыз. Кез келген формамен пісірсеңіздер болады. Менде 24 диаметрлі форма, бортик жасап жайғастырып аламыз. Қамырымызды формамызға жайғастырып алдық. Енді міндетті түрде вилканы көмегімен ойып шығамыз. Осы қамырымызға дайындап алған салмамызды құятын боламыз. Жаңағы формочкаларымызбен ойып алған қамырларымызды осылай кез келген жерінен қойып шығамыз. Енді 170 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз пісті. Пирогымыз толығымен суған соң ғана формасынан ажыратуымыз керек. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне бізде осындай керемет пирог шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.